Мынау Өзбекстандағы Тамды, Кенемей, Шыдық аудандарында қандастарын аралап, елді көріп, біз сізді сағынып жүр біздің еліміз. Сіз біздің елге Тамды, Қызылқұм топырағына барасыз ба? Қандастарыңыз сіздің кітабыңызды, сіздің өнегелі сөздеріңізді талай оқып, сағынып жүр сізді. Сол айтайын деген. Рахмет, түсіндік. Мына Өзбекстаннан соғып тұр екен телефонда. Сонда кезінде Баукең аралап еді, сол сияқты Қасым аға да сондағы туыстарын аралап бір көрініп қайтпай ма екен деп сізге сөйтіп телефон шалып жатыр. Мен көрініп қайтар едім. Маған бәрібір барлық қылық біздің бұрынғы Советтер одағына қараған жерлердің бәрібір қоймаған. Менде мысалы әлгі ұру деген, басқа деген жоқ. Менде ұлт деген бар, ол қазақ. Ал мен өзім Қазақстанда туып өскенмен мен өмір бойы Украинаны қорғаған адамын, 4 жыл Украинаның жау тылында болған адамын. Ал мынау енді оған қарағанда, Украинаға қарағанда бұл туыс қандас халық қой. Мен барар едім. Оған қазір мына жағдайлары да қиын. Онымен қоймай осы мына жағдай шиеленіскеннен бері тіпті жаман болды ғой. Әрине, бірыңғай келгенде барармын. Жақсы, Қасым аға, мына ерлік пен ездік, батырлық пен қорқақтық өзі шырмауықша байланып бірге жүреді екен ғой. Оны жаңа өзіңіз айтқан, сол алғаш жаудың тылына түскенде өзіңіз байқадыңыз. Сонда жалпы адамның бойында ерлік неден туады екен, ездік неден туады екен? Әркім әртүрлі айтады, әркім әртүрлі топшылайды. Мысалы, кімде кім өзінің жерін сөйсе, өзінің халқын сөйсе, сол адам әр уақытта ерлік жасайды. Өзін өзі аямай, халқын қорғауда, жерін қорғауда аямаса, сол ерлік жасайды. Әгерден өлетін болса, батыр болып өледі, ол дүниеге аттанады. Ал тірі жүрсе, ол батыр болып сол қалады, халықтың құрметіне бөленіп жүреді деп ойлаймын мен. Қасым аға, бір әңгімеңізді айтқан едіңіз, адам өлтірудің 124 тәсілі бар деп. Оны енді сіз ана барлаушыларды дайындайтын отрядта жүргенде үйреткен болар енді. Бірақ енді осы қанды қырғынның ортасында жүріп, адам қатыгез болып кетпей ме, адамның өзінің бет бейнесін сақтау үшін не керек деп ойлайсыз? Ол енді арнайы мектептен шыққанда біз қазір әлгі террорист деп жүр ғой. Сол террористердің көкесі болатынбыз біздер. Ол диверсия дегеннің ар жағында терроры жатыр ғой. Мысалы, біз жау тылына бірінші рет түскенде, мен соғыстан бұрын кісі өлтірген адам емеспін. Мен соғыстан бұрын керемет, нәзік жүректі сондай адам болатын, аздап өлең жазатын да бар болатын. Бірақ әлгі мектепте жүріп оқып, әлгі өзің айтқан адамды өлтірудің әдістерін әбден соны жаттығып, үйреніп алғаннан кейін, бізге сабақ беретін адамдар шетелде 20-30 жыл жүріп, осы қылды диверсиялық барлау жұмыстарын жүргізген. Ал солар оқытты, бізді үйретті, жаттықтырды. 3,5 жыл жаттығып көр. Мысалы, мына шешендердің террорист деп жүрсіңдер ғой. Ол шешендер террорист емес. Олар просто батыр халық. Ол өздерінің елінің тәуелсіздігін, халқының тәуелсіздігі үшін соғысып жүргендер. Сендер қат ойлап жүрсіңдер. Оларды террорист жоқ. Ал сол террорист деген, енді жау тылына біз барғанда, парашютпен түскенде, айналамыздың барлығы фашистің армиясы. Барлық жерінде солар кісі өлтіріп жатыр, кісіні асып жатыр, тірідей көміп жатыр, жас баланы миына пышақ салып, орға лақтырып жатыр. Сол жау тылында жүріп, біз соның бәрінің куәсі болдық қой. Енді осы қылды өзіңнің кешегі туыс болған
Украин халқына осындай жасап жатқан қиянат, айуандықты көріп тұрып, адам енді кек алуға тырысады ғой. Мысалы, партизандардың кек алушылар дейді, мстители дейді. Өзінің ана жау жайлап алған жердегі жаудың істеген қиянаттарын есесін алып, соған қарымта алатын адамдарымыз ғой. Сондықтан әлгіні көре отырып, әлгі сықылда фашистің айуандығын көре тұрып, біз аяймыз ба? Біз мысалы айтар едік, біз фашистерді айуандық жасадық қатты. Ал соған біз қарым қайтарамыз деп, өш аламыз деп жүріп, біз онан да қатты кез болдық. Сол ол әлгі әртүрлі әлгі адамды өлтіру, жоюдың әдістері көп болғаннан кейін. Бірақ бұл жауға деген қатыгездік қой. Ол жауға деген бізге әлгі мысалы айтайық, кейбіреулер террористі бүкіл халыққа жасады, халық қиянат жасады дейді, халыққа қарсы қиянат жасалмайды. Қаскүнемдік, залымдық, кісі өлтіру халыққа қарсы жасалмайды. Сол халықтың кейбір бұзақыларына жасайды. Не болмаса халықтың қанын сорып, ақшаға байып, қалтасына ақша жинағандарға қарсы жасайды. Не болмаса бір өкіметтің сыртқы саясатына, ішкі саясатына қарсы болғандықтан террор жасайды. Міне террордың шығу себебі сол. Ал біз террорды жаутымда жүргенде, біз Украин халқына қиянат жасаған, неміс халқы деп бүкіл немістерге қарсы біз террор жасағамыз жоқпыз. Біз бізге қарсы соғысып, өз жерде қиянат жасап жүрген Украина жеріндегі фашистің армиясының солдаттары, қандыбалақ генералдарына қарсы жасадық. Оларды біз аяғамыз жоқпыз. Соны қалай өлтірген, оның барлығын жаутылында жүріп, айтайық, бізге қару жарақ беретін армия болмаса, біз жаутылында алыс қалсақ, 4-5 шақырым жаутылында жүрсек, сонда бізге қару жарақ ешкім бермесе, біз соны жаудың есебінен, жауды мысалы өлтіріп қырсақ, қару жарақ аламыз, тамақ аламыз, киім-кешек аламыз, солардың есебінен күн көріп жүрген, онда бізге жай келсе еңбек ақы деген де болмайды. Яғни аға, жауға неғұрлым өшпенді болғанда, отанға, өзіңіздің еліңізге деген мейірім ол жүректен өшпейді ғой? Өшпейді, ол үш уақытта өшпейді. Аға, бізге тағы бір көрермен балаңыз телефон шалған екен. Мысалы, сол мейірімділік, сол апарып қатыгездік, ана жаутылында жүргенде қатыгездік апарады. Жақсы, тағы бір балаңыз телефон шалған екен. Ал, шал. Тыңдап тұрмыз. Алло. Тезірек. Қасым аға, ассалам алейкум. Сіздің жас партизандар деген кітабыңызда подполковник Мергенбаев Серік деген баласымен, соның алғы тағдырын дұрыс түсінбедім. Сол қазір бар ма сол кісілер? Сол туралы айтып жіберсеңіз. Подполковник Мергенбаев деген туралы жазған едіңіз дейді. Иә. Ол кісі бар ма? Сол кісі туралы айтып берсеңіз дейді. Ол болған уақиғат, сол болған уақиғаның ізіменен есімде қалып, соны жазған едім. Ол подполковник Мергенбаевтың өзі менің де болған жоқ. Оның баласы болды. Оның шешесі де өлген. Мергенбаевтың өзі армияда жүрген. Шешесі өліп қалғаннан кейін оның баласын Украинаның бір комиссарының, бір полкта служит еткен бір комиссарының шешесі соны өз баласына қосып алған ғой. Қосып алып, соны аман есен сақтаған. Осы мына Украинада Киев қаласынан төмен 120 шақырым жерде Переяслав деген қала бар. Міне сонда тұрған олар. Әлгі Серіктегі